Баршаларыңызға ассалаумағалейкум. Елдегі болып жатқан соңғы жаңалықты естіген боларсыз. 2000 жылдық тарихы бар Тараз жеріндегі жағдай күллі халықтың қабырғасын қайыстырды. Белсенді Жанболат Мамай мырза өз жазбасында былай деген еді: Арыста болған жарылыстан небәрі 2 жылдан соң тура сондай жағдай Таразда қайталанды. Қорғаныс министрлігінің салғырттығынан, жемқорлықтан, барлық саланы жалмаған парақорлықтан. Әскеріміз елге қорған болады деп жүрсек, бұлар айдың күннің аманында жарылыс жасап, қолда бар қойманы сақтай алмай отыр. Мына түрімізбен сырттан жау келмесін бізге. Ел аман, жұрт тынышта, қоймамыз жарылып жатса, мемлекетті қалай қорғаймыз? Бұған нақты жауапты адамдар қылмыстық жауапкершілікке тартылу керек. Біріншіден, ол қорғаныс министрі. Жамбыл облысындағы әскерилер. Екіншіден, Арыс пен Тараздағы жағдайдан соң бүкіл қорғаныс саласын кешенді түрде реформадан өткізу керек. Қазір әлемдегі жағдайды көріп отырмыз. Мына әскермен, мына түрімізбен біз тәуелсіздігімізге қорған бола алмаймыз. Үшіншіден, Таразда зардап шеккен халықты тентіретпей, олардың әрқайсысына материалдық өтемақы төленіп, үй-жайлары қалпына келу керек. Жемқорлықтың зардабы деген міне осы. Қорғаныс саласына жыл сайын миллиардтаған доллар бөлінеді, бірақ ол қаржы әскерилерге емес, шенеуніктердің қалтасына кетіп жатқаны көрініп ақ тұр. Сондықтан ең бірінші жау жемқорлық екенін түсінуіміз тиіс. Арыстан сабақ алмаған қорғаныс министрі ең алдымен жазаға тартылуы тиіс. Бұл бүкіл биліктің шіріген жүйеге айналғанын көрсетеді, дейді Жанболат Мамай мырза. Дәл осы жарылыстың, Арыстағы жарылыстың негізгі себебі жемқорлық деп түйіндеген екен қоғам белсендісі болып жүрген Жанболат Мамай мырза. Ал сіз дәл осы айтылған пікірге келісер емедіңіз? Өзіңіздің пікіріңізді төмендегі комментарийге қалдырыңыз. Каналға жазылып қолдау білдіруді ұмытпаңыз.